егер сіздің қол астыңызда Алланың берген сондай төрт тірлігі болса, оларға аяушылық таныту міндетсіз. Себебін айтайын. Бір жануарға жақсылық қылу сізді жәннатқа кіргізеді, бір жануарға жамандық қылу сізді дозаққа кіргізетін дәрежеде бар. Оған пайғамбарымыздың екі хадисі мысал. Бір адамды айтады, бір әйел кісі үйіндегі мысығын тамақ бермей, үйіне тастап кетіп, аштан өлтірген екен. Бір жаққа өзі сапарлап шығып кеткенде үйіне қамап кетіп қалған ғой мысығын. Ол мысық ішінде үйінде жатып аштан өлген екен. Соны айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Еш болмағанда сырттан өзі тапқанынша рызық несібесін жесін деп сыртқа шығарып кетпеді ме? Алла тағала осы жасаған қиянаты үшін ол кісіні дозаққа кіргізді дейді. Ал тура дәл сондай сөз бар. Бір жезөкше әйел қатты шөлдеп жолда келе жатып, құдықтың түбінде ғана су бар екен. Құдықтың ішіне түсіп, зорға суды ішіп, қайтадан шығып жатса, құдықтың жанын бір ит бишара тілі салақтап айналып жүр дейді, ананы іше алмай, ішіне түсе алмай. Соны жаны ашығаннан аяқ киіміменен су алып, басқа ыдыс жоқ, сол аяқ киімімен су алып әлгі кісіні, әлгі итті суарған екен. Сол итке жанашырлық таныған үшін әлгі кісінің күнәсін кешіріп жәннатқа кіргізді дейді. Әңгіме көп адамдар қисық жағында түсінеді. Бірінші орында ойлайды. Онда жезөкше болып, сондай бір жаман жолда жүре бер, бір сауап істеп қойсаң Алла тағала кешір. Ондай емес, әңгіме о жағында емес. Тіпті кейбіреулер ойлайды, үлкен күнәлар жасасаң да, кейін бір сауап істеп жүрсең, жоқ, әңгіме онда да емес. Олар қандай күнә жасаса да, біз біріншіден қандай күнәһар адам болса да оны кемсітуге хақымыз жоқ. Соны білдіреді. Екіншіден, күнәнің үлкендігі мен сауаптың үлкендігі, кішілігі деген түсінік, қате түсінік екендігін түсіндіріп жатыр. Кішкентай күнә деген жоқ. Кішкентай іс үшін адам дозаққа кіріп кетуі мүмкін. Және кішкентай жақсылық үшін адам жәннатқа кіру мүмкін. Өйткені кішкентай жақсылық ана үлкен жамандықты қайтарады. Және керісінше кішкентай жамандық сіздің алдыңыздағы үлкен сауап істерді жоқ қылады.